Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін сіздерге өте дәмді және нәзік балды торттың рецептімен бөлісетін боламын. Дәл осы рецептпен көп кондитерлер тапсырыс қабылдайды. Сіз де оны бір жасап көргеннен кейін тек қана осы рецептпен жасайтын боласыз. Өйткені бұл жерде өте нәзік, жұмсақ корждар және де пломбир кремі. Менің жаңадан шыққан видеоларымды жіберіп алмас үшін міндетті түрде менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен балды ертіп аламыз. Оны водяная баняда жасауға болады, немесе бірден кастрюляда ертсеңіз де болады. Бірақ сіздің кастрюляңыздың асты кішкене қалың болу қажет. Сол кезде сіздің балыңыз күйіп кетпейді. Және бұл жерде ең бастысы балдың сапасы жақсы және де табиғи болуы маңызды. Сонда сіздің тортыңыз да дәмді болып шығады. Енді осы балымызға содан салып, жақсылап тоқтатпай араластырамыз. Содан салғаннан кейін біздің балымыздың көлемі 2 есе ұлғаяды және де оның түсі өзгере бастайды. Сіз отта қаншалықты ұстасаңыз, ол соншалықты түсін қоңырқай түске ауыстырады. Маған өзіме сарғыш түске жетсе жеткілікті, ал егер сіз қоңырқай түсті қаласаңыз, тағы да отта біраз ұстаңыз. Енді осы балымызға сары майымызды қосып, жақсылап біріккенше күрекшемен араластырамыз. Біздің сары майымыз бөлме температурасында болуы маңызды. Бөлек таза ыдыста жұмыртқаға қантты қосып араластырамыз. Осылай венчиктің көмегімен жақсылап шайқаңыз. Біздің жұмыртқалы массамыздың көлемі кішкене ұлғайып және де ағаруы қажет. Жұмыртқалы массаның үстіне дайын болған балды сұйықтығымызды қосамыз. Осылай жайлап қойыңыз және де венчиктің көмегімен біркелкі масса болғанша жақсылап шайқаймыз. Ұнды електен өткізіп саламыз, бірақ бірден барлық бөлігін салмаймыз. Алдымен жартысын салып, венчикпен біріккенше араластырып аламыз. Сонан соң жарты бөлігін салып, қолмен жақсылап қамыр жасайтын боламыз. Бұл жерде ең маңыздысы описаниеде көрсетілген ұннан артық салып жібермеу қажет. Сол кезде сіздің корждарыңыз да жақсы болып, қатты қалың болмай жақсы шығады. Дайын қамырды целлофанға салып немесе пищевая пленкамен орап, тоңазытқышқа 30 минутқа жібереміз. Біздің қамырымыз дайын. Енді оны осылай колбаска формасына келтіріп аламыз да, теңде 10 бөлікке бөлеміз. Маған солай ыңғайлы болды. Ал егер сіз өзіңіз қаласаңыз, 11 немесе 12 бөлікке бөлсеңіз де болады. Әр бөлікті осылай домалатып аламыз. Қамырды өзімізге ыңғайлы болу үшін бірден пергамент қағазына жаямыз. Ол үшін астына кішкене ұн себелеп, қамырды үстінен кішкене басамыз. Сонан соң оқтаймен жұқа қамыр қылып жайып шығамыз. Енді осы қамырымызды формамен қиып аламыз. Менің формамның диаметрі 24 см. Ал егер де сізде форма болмаса, кез келген тарелканы қойып, қиып алсаңыз да болады. Дайын корждарымызды 200 градуста 5-7 минут пісіріп аламыз. Біздің корждарымыз осылай болып шығады. Ал оның шетіндегі корждарды кейін біздің тортымызды сәндегенде қолданатын боламыз. Тортымыздың кремін дайындаймыз. Ол үшін тек қана табиғи және сапасы өте жақсы заттарды пайдаланамыз. Сол кезде сіздің тортыңыздың дәмі де, кремі де жақсы болып шығады. Менде 3 желание қойылтылған сүті және де президент қаймағы. Енді біздің салқындап тұрған сливкиімізге қойылтылған сүтті және қаймақты бірден салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Миксердің жай жылдамдығынан бастаймыз. 3-4 минуттан кейін жылдамдықты қаттыға ауыстырып, тағы да жақсылап шайқаймыз. Бірақ бұл кремчи сияқты тұрақты крем болып шықпайды, кішкене сұйықтау болып шығады. Негізі медовик тортына сондай крем жақсы келеді. Және де біздің миксеріміздің ізі кремде жақсы қалып жатса, ол кремнің дайын болғандығын білдіреді.
Тортымызды жинауға көшеміз. Ол үшін астына кішкене крем жағамыз. Сол кезде біздің корждарымыз жылжымайтын болады. Әр коржға 3 немесе 4 қасық кремнен салып, бір тегіс етіп жайып шығамыз. Сонан соң келесі коржды салып жинайтын боламыз. Тортты осылай бірден кольцоға жинаған жөн. Сол кезде сіздің тортыңыздың кремдері жан-жаққа жайылмайды және де бір тегіс болып шығады. Тортты жинап болдық. Енді оның кремі сіңу үшін 6 немесе 8 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Қалған корждарды блендермен ұсақтайтын боламыз. Егер де сізде блендер болмаса, онда корждарды целлофанға салып, оқтаймен жүргізсеңіз, ол жақсылап ұсақталып езілетін болады. Дайын болған крошкаларды біздің тортымызды сәндегенде пайдаланатын боламыз. Бұл торт менде бір түн тоңазытқышта тұрды. Кремнің барлығы жақсылап сіңген. Енді оны пышақтың көмегімен осылай формасынан босатып аламыз. Тортымыздың шеттері бір тегіс және де әдемі болып шығу үшін осылай дайындалған крошкаларымызды жағып шығамыз. Сонан соң өзіміздің қалауымызша сәндейтін боламыз. Өзіңіздің қалауыңызша крошкаларды торттың бүкіл бетіне сепсеңіз де болады. Негізі ол да әдемі көрініс береді. Бірақ мен бүгін қолдағы бар заттармен сәндейтін боламын. Осылай шоколадтарды және жеміс-жидектерді қойып шығамын. Және де қолдағы бар жүрекшелерді де арасына қостым. Біздің тортымыз жеуге дайын. Барлығымыз бірдей қазір кесіп көріп, дәмін көретін боламыз. Кесілгенін өзін байқасаңыздар, өте жұмсақ және жеңіл кесіліп жатыр. Ол торттың жақсы шыққандығының белгісі. Торттың дәмі расыменен өте дәмді және өте нәзік болып шыққан. Дәмді болған соншалықты бір жесеңіз тоқтай алмайсыз. Сіз де міндетті түрде жасап көріңіз, және де ол сізге ұнайтынына толықтай сенімдімін. Сіздермен болған Әйгерім, келесі аптада жолыққанша.